Сәлеметсіздер ме? Әдебиеттік оқу сабағы 2-ші сынып, сабақтың тақырыбы Абайдың шаңырағы Кәмен Оразалин. Сабақ басталар бұрын балалар киіз үйдің, қабат үйдің, зәулім үйдің суреттерін алып, 3 топқа бөлініп отырады. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену, білімді беске жеткізу. Балалар ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру үшін галереяға саяхат жасаймыз. Қабырғадағы суреттерді көріп, өз ойларыңды айтып кетесіңдер. Балалар, жаңа тақырыбымызды жұмбақ шешу арқылы жариялайық. Ұқсайтын шеңберге қабырғасы жиылып керіледі, жиһазы мол бөлме, төбесінен жұлдыздар көрінеді. Киіз үй, жарайсыңдар балалар. Бассаң бір түймесін, есігі ашылған, керемет күймесі кісіні тасыған. Жарайсыңдар, бұл жұмбақтың да жауабы балалар жедел саты. Олай болса, бүгінгі тақырыпты болжап көрейікші. Ендеше бүгінгі сабағымыз не туралы болады? Бүгінгі әңгіменің авторы жайлы айтып кетсек, жазушы Кәмен Оразалин 1920 жылы 16 маусымда Семей облысы Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. 1947 жылы Семей педагогикалық институтын бітірген. Ұлағатты ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі Мұхтар Әуезовпен бірге ел аралап, ақын туралы мағлұматтар жинастырған. Кәмен Оразалин бала кезінен бері Ұлы Абайдың әндері мен шығармаларына тәнті болып өсті. 1972 жылы жарық көрген Абайдан соң романын өзінің ең негізгі туындысы санады. Бүгінгі әңгімеміз осы романнан алынған үзінді. Балалар, қазір еркін әңгіме арқылы Абайдың шаңырағы әңгімесін оқиық. Балалар, бұл әңгімеде Абай аталардың дүниеде жоқ. Нағашысы Әуез қарт Абайдың жаңадан қалпына келтірілген шаңырағына құтты болсын айта келіп, Абайды еске алып толқу үстінде тұрды. Әуез қарт Абайдың мына жерде отырып өлең жазып, домбыра шертіп, қазір-ақ нағашы төрлетіңіз деп кіріп келетіндей ойына алып сағыну үстінде еді. Абайдың шаңырағын жаңадан көркін кіргізген ұрпақтары Күнжан мен Мәкежан еді. Дәл осы қалыптағы шаңырақ бейнесі қазіргі таңда Семейдегі Абай мұражайында сақтаулы. Балалар, әңгіменің мазмұны не туралы болды? Бөлмеде қандай заттар бар? Әуез қарт қандай сезімде болды? Мәтіннен Абайдың үйін сипаттайтын сөздерді тауып оқимыз. Балалар, Абай операсы бейнеролигін тамашаламас бұрын Абай операсы әлемге танытқан Ахмет Жұбановтың немересі Алан Бөрібаев еді. Ол әйгілі дирижер Алматы қаласында туған. Балалар, қазір топтық жұмыс жасайық. Бірінші топ Абай атаның үйі мен өз үйіңді салыстыра отырып әңгімелесіңдер. Екінші топ қазіргі уақыттағы үйлердің ішкі жабдығын жасап суреттейсіңдер. Үшінші топ Абай кім топтастыру жұмысын жасап қорғайсыңдар. Я жоқ ойыны. 3 топтан 3 оқушы шығып, мұғалімнің сұрақтарына я жоқ жауаптарын шапалақпен ұру арқылы жауап береді. Абай Әуез келгенде үйде болды. Жоқ, Әуез қарт толқыды. Я, Әуез Абайдың үйіне тамсанды. Я, ілулі домбыра 2 шекті болды. Жоқ, әңгімеде Кәрім атты кейіпкер бар. Я, Әуез Абайға нағашы болып келеді. Я, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты мен мына мақалмен аяқтар едім. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Кері байланыс қол белгісі. Бас бармақ өзімді қалай сезіндім? Балан үйрек басқаларға көмегім тиді ме? Ортан терек бүгінгі көңіл күйім қандай болды? Шылдыр шүмек бүгінгі сабақ ұнады ма? Кішкентай бөбек бүгін не үйрендім?